Баршаңызға сәлем оқушылар. 8 сыныптың химиясы 4 тоқсан су бөлімі бойынша БЖБ жұмысының шығару жолын көрсететін боламын. Бірінші сұрағымыз: ауыз суының құрамына ерімейтін заттар, ауру тудыратын бактериялар болмауы керек. Ауыз суының тазарту жолдарын ұсыныңыз. Бірінші механикалық, химиялық және үшінші биологиялық. Жер бетіндегі суды ластаушы көздер атаңыз. Физикалық, химиялық және биологиялық деген ластаушы көздері бар. Жер асты теңіз сулары кермек болып келеді. Суретте табиғатта кермек судың түзілуі көрсетілген. Кермек су дегеніміз не? Кермек су дегеніміз құрамында кальций, магний, катиондары, гидрокарбонат, карбонат, хлор, азот иондары бар су. Яғни судың құрамында осындай иондар болса, ол су кермек су деп аталады. Кермектіктің түрлері уақытша және тұрақты деген екі түрі болады. Екі жағдайда да болатын катиондар, магний, кальций катиондары. Ал аниондарға келетін болсақ, уақытша кермектікте карбонат және гидрокарбонат аниондары болса, ал тұрақты кермектікте SO4, хлор, NO3 аниондары болады. Қыздырған кезде кермектіктің қай түрі жойылады? Уақытша кермектік жойылады, ал тұрақты кермектікті жою үшін біз қыздырудан бөлек химиялық заттарды қолдануымыз қажет. Суретте табиғатта су айналымы көрсетілген. Бірінші процесті атаңыз еді. Бірінші процесс ол бізде булану деп аталады, ал екінші процесс конденсация. Табиғатта су айналымының бір процесін алып тастайтын болсақ, қоршаған ортада қандай өзгерістер байқалатынын өз сөзіңізбен жазыңыз дейді. Егер де біз бір процесті алып тастайтын болсақ, онда табиғаттық су айналымы жүзеге аспайды. Булану процесі болмаса, онда конденсация процесі де болмайды. Міне осымен БЖБ жұмысы аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік, сау болыңыздар.